Тағы да сәлеметсіздер құрметті оқушылар. Міне бізге мынадай есеп беріліпті. Мына В деген нүкте берілген. Және ол нүктеге мынадай 3 пункт беріліпті. Ең бірінші X, O, Y жазықтығынан қандай қашықтықта дейді. Яғни В нүктесі берілген -2, 3, 4 деген координаталармен. Және ол мына X, O, Y жазықтығынан қандай қашықтықта дейді. Енді қалған есептерін өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Міне X, O, Z, Y, O, Z жазықтығынан қандай қашықтықта дейді. Енді бірінші есепті шығарып. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай В нүктесі жаңа бізге беріліп тұрған координаталары -2, 4, -2, 3, 4. Енді бізге айтып тұр X, O, Y жазықтығынан қандай қашықтықта дейді. X, O, ең бірінші X, O, Y жазықтығын көрейік. X, O, Y жазықтығы ол мына жазықтық. Етіп қарастыратын болсақ, мынау. Енді осы нүкте мына жазықтықтан қандай қашықтықта дейді. Ол деген сөз мына Z нүктесі, мына Z осындегі мынардан басса болды не? Мына аралық қанша? 4 бірлік. Демек, В нүктесі X, O, Z жазықтығынан 4 сантиметр ма, метр ма, дециметр ма, ол енді берілген бірлікке байланысты. Осындай 4 бірлік қашықтықта орналасқан екен. Енді X, O, Z жазықтығынан қандай қашықтықта дейді. X, O, Z қашықтығынан. X, O, Z жазықтығы ол міне тұр. Міне кетті. Енді X, O, Z жазықтығы бұл болатын болса, X, O, Z мынау Z жазықтығы. Мынауымыз бағана X, O, Y жазықтығы. Енді бұдан қашықтықты табу үшін мына аралық қой, енді мына аралық. Бұл аралық қанша? 3 бірлік. Демек 3 бірлік. Мынау аралық 3 бірлік. В нүктесі X, O, Z жазықтығынан осындай қашықтықта. Енді үшінші сұрақты өздеріңіз тауып алады. Y, O, Z жазықтығынан қандай қашықтықта дейді. Енді екінші сұрақ OX түзуінен дейді. Яғни немесе OX осінен қандай қашықтықта дейді. Жаңағы B берілген нүкте, мына нүкте, мына нүкте. Енді OX осінен қандай қашықтықта дейді. Берілген нүктеміз міне. OX осіміз қане? OX осіміз міне. Демек бұл нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. Онда ше біз нүктеден түзуге дейінгі қашықтық дегеніміз біз қарастырып жатырмыз. Мына ұзындықты біз іздеп жатырмыз. Міне, ол деген сөз мынау ғой. Біз нүктеден түзуге дейінгі қашықтықты табу үшін параллель көшіруіміз болады. Демек, мына ұзындықты табатын болсақ, біз сол В нүктесінен OX осіне дейінгі қашықтықты табамыз. Ол үшін мына В-ны В1 деп былайынан параллель көшіруге болады. Демек, В1 оның ұзындығын табатын болсақ, біздің іздеп отырған қашықтығымыз сол. Ол мына жердегі тікбұрыштар болады. Мына арамыз 3 бірлік, мына арамыз 4 бірлік. Яғни 3, 4 ол Пифагор бойынша 5-ке тең. Демек, OX осіне мына В нүктесінен OX осіне дейінгі қашықтығымыз В нараны n дей саламыз. V-німіз ол V1 оға тең, ол ұзындығы 5-ке тең екен. Дәл сол сияқты Y осіне дейінгі қашықтық тап депті. Y осіміз қайда? Y осіміз міне. Енді В нүктесінен Y осіне қашықтық тап десе, онда біз бер жақтағы ар жағын өшіріп тастайық. Ар жағын өшіріп тастасақ, мына біреуді тап деген сөз ғой бізге басқа жатқан кезде. Міне В, мынау араны бір К дейтін болсам, мына ВК-ның ұзындығын тап деген сөз. В нүктесінен Y түзуіне дейінгі, Y осіне дейінгі қашықтық. Ол мына арам 2 бірлік, мына арам 4 бірлік. Жаңағы Пифагор бойынша ол да гипотенуза. Дәл сол сияқты OZ осіне дейінгі қашықтық таба алады. Енді үшінші сұрақ X, Y жазықтығындағы ортогонал проекциясының координаталарын тап дейді. Яғни В нүктесінің, мына В нүктесінің дейді. X, Y қайда? X, Y астындағы жазықтық. Осы жазықтықтағы ортогонал проекциясының
координатасын тап. Ортогонал проекциясы дегеніміз ол мына в нүктесінен мына x, o, y жазықтығына түсірілген перпендикулярды айтады. Мына біріміз, міне мынаны v' дейікші. V', мынарды v' деп кетті. Мұны үшіпті. Міне v'. Яғни мынау ортогонал проекциясы. Демек, ар жақтан да мына жақтан астыға перпендикуляр түсіп. Мына v нүктесін берілген міне. Біз мына бір жазықты қарастырып жатырмыз. X, O, Y жазықтығына перпендикуляр түсірдік. Сол кездегі мынаның координатын тап деген сөз ғой бізге. Енді ол түсінікті ғой. Ол X-і қандай болды? X-і өзі -2 болып қала береді. Себебі ол тура түсіп тұр. Y-і қандай? Y-і 3 болып қала береді. Ал Z ше, Z мына жерге түссе, онда Z жоқ деген сөз 0. Міне. Демек, нүктенің жазықтықтағы ортогонал проекциясы дегеніміз сол нүктеден сол айтылып отырған жазықтыққа түскен перпендикулярды айтамыз.